Қазақстан бүгінде жедел жаңғыру жолына түскен заманауи мемлекет. Бірлік пен айралуандықты, инновация мен өрлеуді таңдаған абыройлы ел. Жаңа Қазақстан халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге сүбелі үлес қосып отырған әлемдік қауымдастықтың беделді әрі жауапты мүшесі. Ал осыдан ширек ғасыр бұрын жағдай мүлдем басқаша еді. Дербес даму жолын таңдаған ел тағдырына түңіле қарайтындар жетіп артылатын. Егер Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың стратегиялық көрегендігі мен дипломатиялық дарыны болмағанда, сол болжамдар бәлкім шындыққа айналар ма еді. Время не терпело. 90-94 год. Страшный кризис. 2050% инфляция в год. Полное отсутствие денег на пенсии и заработную плату. Пустые прилавки магазинов. Ничего нет. Стоят предприятия, 2 миллиона безработных. Нам надо было быстро что-то делать. Дербес сыртқы саясат, әлем елдерімен экономикалық байланыстардың дамуы, ел тәуелсіздігінің қалыптасуымен қатар жүрді. Қойнауы құйқалы жер Қазақстанның Еуразия құрлығының кіндігінде ерекше геосаяси аймақта орналасуы және мемлекет басшысының кеңестерден қалған жойқын ядролық арсеналдан ерікті бас тартуы әлем назарын бірден жас мемлекетке аударды. Халықаралық қауымдастық жаңа мемлекетті құрметпен қабылдап, оның ұсынған реформаларына сенім артты. Қазақ көшбасшысы таңдаған сенім саясаты мен бизнес үшін барынша тиімді жағдай қалыптастыруға бағытталған. Ұтымды бағыт елге 250 миллиард ақш долларынан аса тікелей инвестиция тартуға мүмкіндік берді. Елімізге жаһанның жетекші компаниялары бет бұрды. Жоғарғы технологиялы өндірістердің дамуына жол ашу. Тәуелсіздік алғаннан бері мемлекеттік саясаттың басты бағдары жаһандық экономикаға кірігу, үлкен Еуразия құрлығындағы көлік логистикалық байланыстарды барынша дамыту. Ынтымақтасуға ұмтылу саясаты өз жемісін беруде. Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуына негіз болған Еуразиялық ынтымақтастық идеясын бүгінде жаһан мойындады. 19 жылға созылған күрделі келіссөздердің нәтижесінде Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымының толыққанды мүшесіне айналды. Еуропалық одақпен 29 саланы қамтитын кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы жаңа ауқымды келісімге қол қойылды. Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізінің салынуы, Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолының тартылуы, Қазақстан мен Қытай шекарасындағы логистикалық хабтың құрылымдануы бұл жүзеге асырылған әлі де жалғасын табатын жобалардың жіліктілері. Ұлы жібек жолы арқылы керуендермен жібек пен дәмдеуіштер тасымалданса, бүгінде ұлы даланы заманауи автожолдар мен темір жол магистралдары көктей өтіп, ұлы жібек жолы қайта жанданды. Бүгінде Қазақстан өз көшбасшысының жетекшілігімен адамзат алдында тұрған жаһандық сын-қатерлерге қарсы тұрудың жолдарын іздейді. Бұл мақсатқа жеткізетін қадамдардың бірі Астанада болашақ энергиясы тақырыбымен өтетін Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі. Алдағы үлкен шараға қатысатынын көрмеге дейін 1,5 жыл қалған кездің өзінде әлемнің 60-тан астам мемлекеті мен 10 халықаралық ұйым растап үлгерді. Көрменің игілігін ұқсату үшін елбасы Экспо инфрақұрылымының негізінде Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық жасыл технологиялар орталығын құруды ұсынды. Сонымен қатар бұл жерде Астана халықаралық қаржы орталығы құрылымданады. Қазақстан өзінің дара жолын мазмұнды қалыптастырып келеді. Іргедегі Ресей және Қытай, орталық Азиядағы бауырлас елдермен, алыстағы Америка және Еуропамен стратегиялық әріптестік орнату. Әріптестіктің негізгі желісі шетелден инвестиция тарту, жаңа жұмыс орындарын құру, отандық өнімді әлемнің түкпір-түкпіріне тиімді саудалау. Бұл бағыт өзін-өз ақтап отыр. Тек 2015 жылы елбасының Ресейге, Қытайға, Ұлыбритания мен Францияға сапарларының нәтижесінде және Астанаға Жапония, Үндістан, Нидерланд, Украина, өзге де мемлекет көшбасшыларының сапарлары аясында құны 60 миллиард доллар болатын келісімдерге қол қойылды. Біріккен ұлттар ұйымы мен Дүниежүзілік банкінің мәліметінше Қазақстан дамудың ең жоғарғы шегінде. Қысқа мерзімде жоғары бәсекеге қабілетті экономикалардың біріне айналды. Бүгінде Қазақстан төрткүл әлем секілді жаһандық экономикалық дағдарыстың қиындықтарымен бетпе-бет келді. Сын-қатерді лайықты еңсеруге мәжбүр. Бірақ біз салған сүрлеу еліміздің тұңғыш президенті таңдаған тиімді сындарлы ішкі, сыртқы саясаттың арқасында кез келген қиындықты еңсере алатынын дәлелдеді.
индустриалды инновациялық даму бағдарламасы, Нұрлы жол және Қазақстан 2050 белгілеген стратегиялық бағыттан таймау елдің табысты бүгіні мен кемел келешегінің кепілі. Осы іргелістердің тиімділігін қамтамасыз етуде экономикалық дипломатия шешуші рөл ойнайды және келешекте де өміршеңдігін, өзектілігін жоғалтпайды. Еншімізге ұлан байтақ жер қалды. Бірақ әлемдегі 9-шы территория саналатын қазақ даласы ешбір құжатпен рәсімделмей ашық-шашық жатқан еді. Біз осы бір аса күрделі мәселені сәтімен шешіп, Ресей мен Қытай бастаған барлық көршілерімізбен арадағы жалпы ұзындығы 14.000 шақырымдай асатын шекарамызды халықаралық құжаттармен рәсімдеп, болашақ ұрпақтың алаңсыз болу үшін біржолата әрі мәңгілікке шегендедік. Бәсекеге қабілетті елдің қатарынан берік орын алып, әлемдегі үздік 30-дықтың қатарына кіруге басты стратегиялық мақсат етіп қойып отырмыз. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен бой түзеген отандық дипломатия маңызды мемлекеттік міндеттерді барынша тиімді шешуге бағытталған.